Здрасте. Ну, тише, дайте объяснить. Я тоже принцесса подруги. Атақты Уолт Диснейдің мультфильмдерін бәріміз қызыға көретініміз анық. Ендеше балалықтың естелігі бар бұл мультиктер туралы күдікті ақпараттарды бірге талқылап көрейік. Бұл шығарылым сізді таңғалдыратыны анық. Егер бейнеролик ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Бәріміз білетін және жақсы көретін Питер Пен мультигі шыққанына неше жыл өтіп кетсе де, әлі күнге дейін атақты. Сценарий бойынша Питер Пен өз ертегісінде өмір сүретін, ешқашан қартаймайтын көңілді жігіт болады. Өз әлеміне Венди мен оның інілерін ұйықтап жатқанда оларды алып кетеді. Олар ойнайды, көңіл көтереді, капитан Крюкпен күреседі. Ақырында Питер Пен оларды қайтадан үйлеріне әкеліп тастайды. Ешқандай жаман жері жоқтай көрінеді. Бірақ Питер Пеннің негізінде кім екені жайлы бірнеше сұмдық теориялар бар. Біріншісі, Питер Пен өлімнің періштесі. Ол қайтыс болған балалардың әруақтарын алып кетумен айналысады. Бірақ бұл теорияға сену өте қиын. Өйткені мультиктің соңында балалар бәрібір өз үйлеріне қайтып келеді. Тағы бір ең қорқынышты теория. Питер Пен негізінде балаларды өлтіріп, олардың жанын ұрлайды. Сонда капитан Крюк ешқандай да жаман персонаж емес. Керісінше балаларды ұрлап, қинап жатқан демондарды тоқтатпақшы болып жүрген герой болады. Бұл әбден шындыққа жанасатын теория. Өйткені бұрынғы замандағы жазушылардың бірі Джейн Барри Питер жайлы жазған кітабында Питер Пен шынымен де балаларды ұрлаумен айналысқан персонаж болған. Холодное сердцедегі Аннаның жігіті Кристоф пен оның мына Свен атты бұғасы естеріңізде ме? Қазіргі айтатын теориядан кейін оларға мүлдем басқаша қарайтын боласыздар. Кристофтың үстіндегі киіміне қарасаңыздар, ол таза кожадан жасалынғаны анық көрініп тұр. Бұл жай ғана кожа емес, бұғының кожасынан. Ал бұл бұғы Свеннің мамасы болуы әбден мүмкін. Өйткені шын өмірде Кристоф тұратын бұндай суық жақта қартайған және ауырып қалған бұғаларды өлтіреді де оны жеп, ал кожасын киім ретінде қолданады. Сол үшін де Свен Кристофты қатты жақсы көреді. Өйткені оның үстіндегі киімінен өзінің анасының иісі шығады. Аладдин мультиктің өзіне қарап отырсаң, болып жатқан оқиға тура бұрынғы заманда болып жатқан сияқты көрінеді. Бірақ керісінше болашақта болып жатқан десемше, бұндай теорияның пайда болуына Джиннің бір сөзі ғана себеп болған. Мысалы, мұнда Джин Аладдинге киімің 3 ғасырдың киімдері сияқты ғой деп кемсітіп тұрады. Демек, Джин 3 ғасырда өмір сүрген деген сөз. Ал мына кезде оның айтуы бойынша ол шәйнекке 10 мың жыл бұрын кіріп кетіп, ішінде 10 мың жыл жатқан екен. Сонда дәл 3 ғасырда Джин шәйнекке кіріп кетсе, кейін арада 10 мың жыл өтсе, мультиктегі оқиға 10.300 жылы болып тұрған деген сөз. Мультиктегі киімдері бұрынғы заман десеңіздер, мода любой кезде әртүрлі болып өзгере береді. Соны ұмытпаңыздар. Егер осы теория рас болса, онда сиқырлы кілемдері ешқандай да сиқырлы емес, жай дамыған техника болып тұр. Папугайға да қарасаңыздар, тура адам сияқты ойнап сөйлеп жүреді. Бұл да адамдардың жасаған адам мен жануардың ДНК-сын араластыру эксперименттерінің бірі болуы мүмкін. Енді ең маңыздысы, Аладдиннің өмірі ақыры заманнан кейінгі өмір болуы да мүмкін екен. Қалай ойлайсыздар? Бұл рас па? Әлде Диснейдің берген тағы бір қателігі ма? Ендігі кезекте менің ең сүйікті мультиктерімнің бірі ол Головоломка. Мультик бойынша раллидің басында эмоциялар өмір сүретінін көрсетеді. Шаттық, жиіркеніштік, мұңаю, ашулық деген сияқты. Және раллиді басқаратын да солар. Всем привет! С вами радость, голос разума Райли. Пошумим!
Ура! Печаль не может, а гнев хочет. Бірақ олар ешқандай да эмоциялар емес, Райлидің басына орналасып алған бактериялар деп айтсамшы. Өйткені шын өмірде егер басымызға қауіпті бактериялар түссе, олар толықтай өзімізді ұстауымызды барлығын өзгертіп жібереді. Сол үшін де адамдар арасында бұл теория пайда болған. Бірақ шындыққа ұқсайтын сияқты. Өйткені біріншіден мультиктің ішінде Райлидің мамасы мен папасының басындағы эмоцияларды да көрсек болады. Олардың да миларында бактерия бар ма? Мультиктің соңында басқа адамдар мен жануарлардың да миындағы эмоцияларды көрсетіп шығарады. Олардың да бастарында сондай бактериялар кіріп алған ба? Әлде апокалипсис басталып кеткен бе? Ну, пока, крошка. Мой глазки. Да. О, Бу. Я буду скучать. Корпорация монстровтағы ондағы басты персонаждың бірі Салли. Аниматорларға именно Саллиді сызу өте қиын болған екен. Өйткені оның үстіндегі әрбір жүні пышный болып тұру үшін әрбірін біртіндеп сызып шыққан. Енді дәл сол Саллидің жүніне байланысты сұмдық теория бар екен. Мультиктегі жаман персонаждардың бірі Рэндалл Саллиге былай айтып еді: монстрлардың кожасын шешіп, оны унитазға төсеу үшін қолданады. Ал енді кадрдағы унитазға мұқият қараңыздар. Унитазда тура Саллидің жүніндей төсеніш байқасақ болады. Сонда Рэндалл Саллиге дұрыс айтқан болып тұр ғой. Міне сол үшін де мультиктің соңында кішкентай қыз Бу Саллиді таба алмай қалады. Дисней көп үміт артқан Ақшақар фильмі, яғни Белоснежка, екінші аптада табысын 66%-ға дейін жоғалтып, шетелдік баспасөз бұл жобаны қаржылық апат деп жариялады. Жай ғана боевик «Рабочие» фильмі $40 миллион бюджетпен Диснейдің $300 миллион мегафильмін басы бозды. Бұл атақты фильмнің сәтсіздігі тек кассалық көрсеткіштермен шектелмейді. IMDb'де 270 мыңнан астам қолданушы бағасынан кейін рейтинг 1,6 балға түсіп, Ақшақар әлемдегі ең нашар фильмдердің топ 10-на кірді. Бұл Дисней тарихындағы ең төмен көрсеткіш. Сонымен қатар фильм айналасындағы даулар одан сайын ушықты. Басты рөлдегі актриса Рэйчел Зеглердің саяси мәлімдемелері, мысалы Палестинаға бостандық деген сияқтылар студияға үлкен дүрбелең туғызды. Сонымен қатар Зеглер Трампқа қарсы шыққан мәлімдемелерімен дау-дамайларды одан әрі өршітті. Бұл оның барлық посттарының студия тарапынан тексерілуіне себеп болды. BBC сияқты беделді басылымдар осы мәселелердің барлығы фильмнің сәтсіздігіне тікелей әсер еткенін растайды. Кейбір инсайдерлер Дисней бәрін дер кезінде тоқтату керек еді деп отыр. Көпшілік мамандар бұл фильмнің құлауына себеп жобаға дұрыс басшылықтың болмауы және басты актрисаның даулы әрекеттері дейді. Ал көрермендердің көбі фильмді жай ғана не үшін сонша жамандап жатыр деген қызығушылықпен ғана көріп жатыр. Айна айтшы шын. Менен асқа сұлу кім? Сұлусың сен, патшайым. Алайда сенен де сұлу көріп тұрман. Сенің жүзіңе қарап, менің бар айтам. Сұлулығың өшпесін. Атақты Диснейдің мультфильмдерін барлықтарыңыз қызыға көргендеріңіз анық. Бұл ақпараттар сізге қызықты әрі таңғалдырды деген ойдамын. Егер бұл бейнеролик сізге ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ал бұл мультиктер туралы қызықты ақпараттар болса, астына міндетті түрде жазып кетіңіз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.